Сәлеметсіз, мен есімім Айгерім, Аманбай Нұрмұхамедтің мамасымын. Балам 23-ші жылы дүниеге келген. Ақтау қаласында артрезия ануса деген диагнозбен бірінші этапта бізде Ақтау қаласынан стома шығарды. Алланың қалауымен 25-ші жылы қазан айында мүмкіндік жобасы арқасында BI Group'тың арқаларында Қарағанды қаласында екінші этапқа барғанбыз, осы профессор Киргизов Виктор Витальевичке. Қазіргі таңда мамырда 3-ші этап болып жатыр. Қазір балам реанимацияда. 3-ші этап дегеніміз уже баламыздың ішектерін бір-біріне жалғап, ең соңғы операциясы сәтті өтіп, врачтар жақсы нәтиже беріп отыр. Врачтардың айтуы бойынша баланың жағдайы жақсы. Қазір реанимацияда болса да, жаңағы айтып өткенде біз деген бұл жобаны, мүмкіндік жобасы BI Group'тың арқасында тіркеліп келіп отыр. Аналық сезім деген ол айтып түсіндіру қиын. Балаң ел қатарлы, өзің басқа балдар сияқты садикке барып, мектепке барып, кәдімгі балдар сияқты жүрсе екен дейсің. Бұйырса дегенде бәрі жақсы болсын деймін. Ешқандай балдар ауырмасын, мүмкіндік жобасына тіркеліп, басқа врачтарды күтіп отырған, ертең біздің профессорымыз Атырауға барады. Атыраудан үміт күтіп отырған аналарға сәттілік тілеймін. Тек Алла шипасын берсін. Бәріңізге тек бәрі жақсы болып кетсін деймін. Осы жобаға атсалысып жүрген қызметтерге, Маңғыстау облысындағы жүрген Асемгүл деген апамызға сол бастаған шараны жан-жаққа таратып, көмек қолын созған мүмкіндік жобасына үлкен алғысымызды айтамыз, рахмет дейміз. Тек балдар ауырмасын. Осымен тек біздің ең соңғы отамыз сәтті өтіп, осымен тек аяққа тұрып кетіп, баламыз шауып кетсін. Рахмет көп-көп. Ондай жоба деген енді жоғарғы басқа елдерде бар, жақсы дамыған, бірақ біздің Маңғыстауда, Қазақстанда енді келіп жатқаннан кейін мүмкіндіктің арқасында жоба алғары дами берсін. Жан-жақтан басқа елге шыға алмайтын, басқа елді осыны операция басқа врачтар жасайтын, білмей тұрған ата-аналар осыны жоба арқылы танысып, басқа врачтармен кездесіп, емдерін сол жоба арқылы врачтар шақырып тек ем қонсын деймін балдарға. Бұндай шаралар, бұндай жобалар тек ел халқына септігін тиіп, ары қарай дамып, өркендей берсін. Тек жақсы нәтижемен, жақсы көңіл күймен тек балдарың оталар сәтті өтіп жүре берсін деймін. Рахмет.